Hello everyone, баршаңызға сәлем. Ас бөлмеде ас дайындауға қатысты іс-әрекеттер. Кат, кесу, микс, араластыру. Миксер дегенде бар, оны білесіздер. Микс, яғни араластыру. Грилл дегеніміз жаңағы грилде қуырылған тамақ. Бойл, қайнату. Фрай деген қуыру. Қуырылған картошка фри деп те айтамыз да. Фрай деген ол қуыру. Бейк, пісіру, яғни духовкада, пеште пісіретін болсаңыз, онда бейк дейді. Және стим ол буда пісіру. Серв, яғни ұсыну, тамақты беру. Осымен қысқаша осылай. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, YouTube каналға өтіп